Армысыздар, қайырлы күн баршаңызға. Сіздерді осы дәстүрлі біздің бастау подкастымызға көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін бізде подкастымызда ерекше қонақ, бастау екінші мектебінде директордың тәрбие жөніндегі орынбасары біздің Мейірбек ұстазымыз қонақта. Қош келдіңіз, ұстаз. Армысыздар, қош көрдік. Қалайсыздар, Назерке ұстаз? Бәрі жақсы, шүкір. Біздің көзқарақты көрермен, бастау подкасттың тұрақты көрермендері деймін ба? Қош көрдік. Қуаныштымыз шақырғандарыңызға. Шақыртуымыз қабыл алғаныңызға үлкен рахмет, уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Бүгін бізде өте бір қоғамдағы өзекті тақырыптардың бірі және біздің бастаулықтар үшін немесе осы бастауда оқығысы келетін көптеген оқушылармен оқытқысы келетін ата-аналар үшін маңызды тақырып болып саналатын осы бастау мектептеріндегі тәрбие жүйесі бойынша болады. Жаңа айтып кеткендей, бүгінгі біздің бастау мектептерінде тәрбие білім беру жүйесі қалай жүзеге асырады, қалай қалыптасты мектептерде бұндай жүйе, және осы болашақта біздің мектебіміздегі тәрбие бағыты қалай бағыт алады. Сол бойынша өзіңізбен сұхбаттасатын боламыз. Өте бір пайдалы подкаст болады деген ойдамын. Ендеше біз ең алғашқы сізбен сұрағымызды мынадан бастағым келеді. Ең алғаш осы бастау болып қалыптасуында сіздің үлесіңіз өте зор. Ең алғаш жылдардан бері келе жатқан ең құнды ұстаздардың бірісіз. Жалпы ең алғашқы сұрағымда былай бастағым келеді. Бастауды осы уақытқа дейінгі өткен кезеңдердің барлығын бір сөзбен сипаттау керек болса, қалай сипаттар едіңіз? Толқыныс, тебіреніс, жаңа бір қалай айтсам болады, жаңа бір ашылулар ғой өмірдегі. Бастауға қатысты әр адам үшін негізі осы жаңа ашылу жылы деп, жаңа ашылу деген сондай бір сөзбен ассоциация болады деп ойлаймын. Енді біз айтып жатырмыз ғой, бастаудың ең алғашқы кезеңдерінен өзіңіз барсыз деп. Енді осы сәтте біздің оқушыларымыз үшін де сіздің осы бастауға келуіңіз бір қызық болуы мүмкін. Және әсіресе өздеріңізде екінші мектепте 7-ші сыныптан бастап оқиды. Олар үшін біздің кішкентай бастаулықтар үшін қызық болуы мүмкін. Біздің Мейірбек ұстазымыз қалай келген екен, жаңағыдай өзінің жұмыс жолын, осы қызметтік жолын қалай бастаған екен, соған бір кішігірім тоқталып кетсеңіз, қалай болды келуіңіз? Бастау мектебіне, бастау білім беру орталығына ең бастапқыда келуім бір қызық болды. Өйткені біз негізі осы қазіргі бастау мектебінің негізін қалаушылардың бірі, қазіргі құрылтайшысы Нұрболат Омарұлы мырзамен негізі бір университетте, бір факультетте оқығандығымыз. И енді ол кісі менен бір-екі курс жоғары оқыған, біздің аға буын болды. Кәдімгі университетке ең бірінші курс болып түскен кезде кәдімгі сол кісімен танысып, ол кісі де жақын тартты, кейін аға бауыр болып араласып, ары қарай университетте мысалы ол кісі сол кезде студенттік декан еді, ары қарай студенттік ректор болды. Сол кезде барынша қасынан табылып, бірге әйтеуір осы студенттік, осы қоғамға пайдалы студенттік өмірде бір белсенді дүниелерді атқарған тұғымыз. Кейін сол дүниені ол кісі ұштастырып, ары қарай осы бір қосымша білім беру, яғни баланың тағы да білімін арттырып, осы бір ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау бойынша ұштастырып жіберді ол кісі. Білімге бағыттап жіберді да, өзінің тәжірибесінше. Сөйтіп, барынша енді жастарға пайдалы бір дүниені қарап жүретін ол кісі. Сөйтіп, не керек, сонымен уақыт өтіп, мені ең бірінші бізде университеттің қабырғасында IQ2 Galaxy деген ең бірінші бастапқыда солай болып аталған ол дайындық орталығы болды. Университеттің кәдімгі несінде, қабырғасында болды, корпусында болды. Сөйтіп біз шақырған тұғын. Мен ол кезде екінші курс оқимын. Сөйтіп, дәл сол кезде сабақтарымыз қиындап, сол кезден бастап андай шақыра бастады. Одан кейін ұсыныс түсіп жүрді, қатарымызға қосылсаңызшы деп ше, осы бағыттан да бір жұмыс жасап көрейік деп ше. Сөйтіп кейін мен негіз қосылғым келді, бірақ сабақтарда андай көп тығыз болып кетті. Тығыз болды, және де соны бір көп фокус бөлейінші дедім да, бірінші. Мына жағымды қатырып, сосын барайын да сізге деген сияқты ше. Сөйтіп кейін университетті бітірдік. Университетті бітірген кезде уже андай ол дүние уже кеңінен қанат жая бастады. Уже 2017 жылы 12 қараша күні ашылу болды. Кәдімгі маған бір күн звондайды, осындай бастау білім беру орталығын ашайын деп жатырмын, әке деген сияқты. Күшті, құтты болсын, қуанамыз деп кәдімгі кішкене қуандық. Сонымен содан кейін сол жылы бітірдім мен университетті. Сонымен сол кезде ұсыныс түскен тұғын, бірақ енді бір белгілі себептермен
маған өзімнің туып өскен жерім, яғни Сарыағаш, одан ар жағы Келес абайдың тумасымын мен. Сол жерде Нұрболат деген роддом бар. Сол жерде дүниеге келгем. Сөйтіп дәл сол жаққа бару керек болды маған. Сөйтіп сол жерде туыстарымыз, яғни өзімнің барлығы сол жақта ғой. Сөйтіп сол жаққа барып қызметте болып жұмыс жасау керек болды. Бірақ та андай бір жүрек, өзім кеткенмен бір жүрегім осы жерде қалып кеткен сияқты болды да. Сонымен не керек, осы жерге тартып тұрады. Не керек, сол ақыры соңына жетіп, бір жыл уақыттың көлемінде бүкіл общем тәуекелге бел болдық. Анамызға түсіндіріп айтып, бүкіл жүктің бәрін буып түйіп Түркістанға жол тарттық. Сөйтіп осы жерге келген жайымыз бар. Есімде 2019 жылдың қараша мен осы желтоқсанға айына ауған кезінде келіп, сонымен 5-6 желтоқсан күні жұмысымды бастаған деп Нұрболат ұстаздар күтіп алып, жақсылап бастаудың сол кездегі атмосферасы, сол кездегі жылулығы, сол кездегі андай бір қарбалас болады ғой, андай ше, тығыз бәрібір немен басын қатыратын нәрсесі бар да. И сол андай қызық болды да маған, бірден тартты сол дүниесі. Мен келген кезде келдім, 1-2 күннен кейін жаңағы ағайлар 5-6 ағай болып Түркияға кетіп қалды ғой. Сөйтіп деп мен сол кезде бүкіл немен сіз ал енді қарап жүріңіз, тәжірибе алыңыз, сөйтіп маған бір жауапты дүние тапсырылды. Яғни кез келген жұмысқа дайын болу керек, кез келген жұмысты атқару керек. Яғни бір өзімде кейде әзілдеп айтамын, universal picture сияқты ше, жан жақтылық деген нәрсе айтыр. Барынша соған қолымыздан келсін келмесін әйтеуір тырысып бақтық. Жалпы сөйтіп келдік қой осы бастау мектебіне алғаш. Керемет. Тағдырдың бір несі, жолы алып келді ғой сізді осы жерге. Өте қуаныштымыз, бізде өзіңізде сазымыздың барына. Шын қуаныштымыз, бізде осы бастауда оқушы болдық қой. Сол кезде өзіңізге қарап, біз сізге блог тапсыруға қатты жаңағыдай ұмтылатынбыз, біз Мейірбек ұстазға блог тапсырайықшы деп. Кәдімгідей сізге қарап шабыт алатынбыз, сіздің жұмыс істеуіңізге қарап, осы бастауға деген жанашырлығыңызға қарап, кәдімгідей бізге өте үлкен үлгі. Сол тынбай еңбек етуіңіздің арқасы деп білемін. Осындай бір керемет жетістіктерге жетіп жатқаныңыз, бастаудан ерекше бір орын алуыңыз. Енді осы бастау мектебінің ең алғаш осы курстық жүйесін көрген ұстаздардың бірісіз ғой. Жаңа 2019 жылы келдім деп айтып жатырсыз. Сол кездегі тәрбие беру жүйесі қандай еді? Және қазіргі жүйемен бір айырмашылық болған бе еді сол кезде? Бірінші сіз келдіңіз, мысалы 5-6 желтоқсан келдім деп айттыңыз ғой. Сол кезде тәрбиеде бірінші көзге түскен не нәрсе еді? Енді андай ғой. Сіз таңғалдырған немесе шошытқан? Шошытқанда енді мені бір қатты шошытатын бір дүние болған жоқ. Негізі бастау, былай мен түсінген адамға, ол ұстаз болсын, ол шәкірт болсын, негізі площадка ғой, алаңда өз-өзіңді дамытасың. Қалай дамытасың? Білім жағынан, адами жағынан. Мысалы өмірлік нәрсе керек пе, өмірлік жағынан да бір-екі дүниелер айтылады, болады деген сияқты ше. Тек бір жақтама қалмайсың да. Сол жерде енді менде оқушы мен ұстаздың арасындағы қарым-қатынас қызықтырды да менше. Андай мен өзім мысалы осы уақытқа дейінгі өзім де сол кезде бір мектепте біраз қызметте болып келген тұғым да. Сонымен салыстырып көрдім да. А так можно деген сияқты ше. Сол нәрсе болды да менде. Яғни қарым-қатынас, яғни балдардың білімге деген құштарлығы, білімді іздеуі, яғни білім үшін, иә. И оған мысалы тек мысалы оқушы ұстаздың артынан жүгірмейді, ұстаз да андай о да жаны ашып тұрады да, о да оқушының артынан жүгіріп, о да осының былай әйтеуір дұрыс үйленуін дұрыс қадағалап, бақылап, сол отырады да процесс ше. Және де бұл жерде бір тағы да бірден енді ежелі бабалар ғой енді. Біздің Түркістан мысалы әр үйдің бабасы өзіне әйтеуір, иә, мысалы айтады ғой, қарғада өз баласын аппағым дейді деген сияқты. Неше түрлі жан-жақтан жиналған балдар бар, қыздар бар. Олардың неше түрлі мінезі бар. Ол бір-біріне ұқсамайды. Оның бәрі бірге қосылған кезде, уже ана жер комбо болады ана жер. Бір-бірімен араласады, соның бір дұрыс бағытқа түсіп, бір неге қалып, бір мақсат, бір ниет оларды біріктіреді да. Сөйтіп бағыттарымен жұмыс істеп, сабағын оқыған маған қызық болды шынымен. И
дұрыс қой енді болады, бала болғаннан кейін мінез болады, бірақ сол балдар бір Нұрболат ұстаздың бір қалыптастырған бір несі өзі тәрбиелік бір бағыты бар екен. Сол бойынша соны тыңдап сонымен жүріп отырған балдарды байқадым да мен. Маған да қызық болды да. Содан басталды ғой бәрі. Үйренісуіңіз оңай болды ма? Үйренісуім қатты қиын болған жоқ. Айтады өзі 3 күнде ар жаққа да үйренесің ғой деген сияқты. Маған не болған жоқ, үйреніп кеттім. Жақсы бәрі. Ашылу болды десеңізші. Иә, маған ашылу болды, айтып тұрмын ғой, иә, сол маған андай наоборот амбиция болды да сол нәрсе ше. Ары қарай жұмыс жасауға деген маған толчок болған сияқты. Мен сөйтіп ойлаймын. 2022 жылы біздің мектебіміз ашылды, бастау мектебі. Әрине енді осы білім беру орталығы мен мектептің жүйесінің айырмашылығы болады. Осы мектеп болып қалыптасып жатқан кезде осы тәрбие процесі қалай ұйымдастырылды? Не нәрсеге баса назар аудардыңыздар? Қалай жобалар ұйымдастырамыз дедіңіздер? Қандай жүйе бойынша кетеміз деп ойладыңыздар? Осы бойынша айтып кетсеңіз, ең алғаш осы мектеп ашылған уақыттарда. Енді былай ғой. Жалпы былай қарасақ, бізде андай еді да, курс кезінде дей берейінші, былай қысқартып. Курс кезімізде бала бізге түстен кейін келеді. Өзінің негізгі мектебінде оқиды да, бізге келеді, асығып үсігіп келеді, біреу формасын ауыстырады, біреу формасын ауыстырмайды, біреу асқы жобай бір нәрсе жеп алады, мына жақтан қолында блогын ашып алып, сөйтіп қызық енді ше. Сөйтіп келіп жатады, біреу жүгіріп барады ғой, ағай деп ше, енді ол кезде ұстаз емес, ағай деп жүреді ғой, сөйтіп кіріп бара жатады. Сонымен бізде жалпы осы мектептің негізін қалаушы осы жауапты ұстаздар бар, жігіттер бар, қаншама жігіттер бар ғой, ол білесіздер, қаншама шәкірттеріміз біледі. Сол ұстаздар барлығы енді олардың бір мақсаты болды. Баланы бізде азынан кешке дейін бізде болса ғой шіркін деген сияқты ше. Мысалы бізге кейде кейбіреулер шаршап келеді, сондай емес, бізде өзімізде болып, ары қарай өзіміз қосымша алып қалып кәдімгі қамшылап тұрып кәдімгі сабағын өтсек, кәдімгі барынша шынымен көз алдымызда болса деген бізде мақсат болды. Енді ол жерде біз тек қана біліммен қоймай, енді бізде де ол кезде кураторлар болатын. Куратор болмайды, куратор міндетті түрде өзінің балаға әйтеуір тек қана ана жақта білім беріп қоймай, қосымша дұрыс өмірлік бағыт бағдар, дұрыс өмірлік көзқарас қалыптасуына титтей де болсын, тамшыдай болсын әсер ету. Енді оны әрине негізгі баланың көріп өсетін, яғни негізгі алатын тәрбиесі ол ұясында. Яғни айтады ғой, иә, құс ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Негізгісі ол сода. Не көреді әке шешесінен, соны алып шығады ол бала. Бірақ соны сәл болсын, яғни себепкер деген нәрсе бар ғой өмірде. Өйткені мүмкін ата анасы мүмкін қанша нәрсе істеуі мүмкін, немесе оны бір өмірдегі бір ситуация, бір ситуация болуы мүмкін. Ол дұрыс, немесе бір басқаша бір өзіне бір ой салатындай, сабақ болатындай бір ситуация болуы мүмкін. Немесе бір адам, ол досы болуы мүмкін, ол даже бір магазинде бір сатушы болуы да мүмкін да. Немесе любой адам болуы мүмкін, сол оның өмірін өзгертіп жіберуі мүмкін, көзқарасын. Сол сияқты әйтеуір соған жұмыс жасауында. Сөйтіп уақыт өте мектеп болған кезде былай өзім байқаймын, негізі өзгеріс бар тәрбиеде. Өйткені сол кездегі сіздер мысалы сіздер бітірдіңіздер ғой, сіздерге дейінгі буынмен қазіргі мен 11-лерге қараймын да, кәдімгідей бір өзгеріс бар да, өзім байқаймын ше. Сол кәдімгідей байқалатын, ол кездегі балалар мен қазіргі балалардың айырмашылығы бар. Процесс енді жалпы мақсат сол ғой, азында балдарға белгіленген өзінің бір мектепке келгеннен бастап негізгі бізде жан-жақты зерттеу жасалынды ұстаздар тарапынан. Яғни шетелдегі мысалы мектептер, арнайы мектептерде қандай жүйе бар, тәртіп тәрбиені қалай қолға алады. Мысалы жапондар әсіресе мысалы жапондар қазір алда тұр ғой. Мысалы соларда қандай негізгі андай қағидаттар да бар, немесе өзімізден шыққан мысалы Назарбаев мектептерінде, Назарбаев интеллектуалды, немесе білім инновация лицейлер бар. Оларда қалай процесс деген сияқты нәрсе ғой. Сөйтіп келе біз бірінші енді өзіміздің негізгі өнім курстар 10-11 сыныптар ғой. Біз сол мектепті бастадық та бірінші. Сол кезде оларға ең негізі әйтеуір олардан бірінші кітап оқу, яғни кітап оқу деген дүниені енгіздік. Өзіміздің қанша ой аңсап жатқан дүние. Біздегі дүние бала
мектептен барынша енді бәрінің миына бүйтіп біз құйып бере алмасақ та, ашып бүйтіп салып бере алмасақ та, әйтеуір сәл кім қалай еңбегіне қарай енді білімін алып жатыр ғой. Бірақ сонымен қоса ертең бітіріп кеткен кезде сәл болсын бір дұрыс адами қасиет алып кетсе, сәл бір кішігірім болсын өмірлік бір бағдар алып кетсе, ертең әйтеуір алдында қаншама адам кездеседі, жақсы бар, жаман бар. Сол кезде әйтеуір өзінің дұрыс бағдарын тауып кете алса, біздің жеңіс деген сияқты ең бастағы осы мектептің негізін салған ұстаздардың және де осы жерде жауапты ұстаздар қаншама осы шәкірттердің түлеп ұшуына септігін тигізген осы маған дейін де подкастта болған ұстаздарымыз бар, және де бұл жерде подкастта әлі келмеген де ұстаздарымыз бар. Мен қарауым бойынша солардың еңбегі, солардың қалауы негізі сол болды. Біз енді бастау мектептердегі тәрбие жұмысының кейбір ерекшеліктерін атап өттіңіз. Енді осы кезде сізге бір сұрақ қойғым келеді. Біздің осы бастау мектептеріндегі негізгі осы тәрбие бағытының басқа мектептерден ерекшелендіретін негізгі принципі қандай? Немесе осы біздің подкастты көріп отырған ата-аналар болуы мүмкін. Бастау мектебі несімен ерекше? Мысалы, тәрбие жүйесі деп айтып жатырмыз ғой. Негізгі ерекшелігін айтып кетсеңіз. Біздің мектепте енді ең бірінші дүние ол тәртіпке, яғни тәрбиеге бірінші ден қойылады. Өйткені бір ерекше сөз бар. Тәрбиемен берілген білім ол бағалы қазына, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Мысалы, балаңыз ол ақылды, мысалы да. Соны мысалы бір нөл деп елестетейікші, бір дөңгелек жұмыртқа дейміз, бір дөңгелек бір дүние деп есептейікші, нөл деген. Одан кейін балаңыз қалай айтсам болады, өнерлі, мысалы да. Балаңыз домбыра тартады, мысалы, балаңыз актерлік қабілеті бар, балаңыз есепке жүйрік, балаңыз жаттауға бейім деген сияқты. Бірақ осының мынаның бәрін нөл деп алайықшы, мысалы 1-0, 2-0, 3-0, 5-0. Әр адамның, мысалы қыз болсын, ұл болсын, әрқайсының нөлдері өзінің несіне сайды, қабілеттеріне сайды. Мүмкін ол 10-0 болуы мүмкін, мүмкін 5-0 болуы мүмкін. Бірақ соның алдында андай сән болып, соған кәдімгідей мән беретін, яғни соның санын действительно көрсеткіші болатын, ол тәрбие да, ол тәрбие алдында 1 деген сан деп қалыптастырып елестетіп көріңіздерші. Мысалы, алдына осы нөлдердің алдына 1-ді қойсақ, ол 100, ол 1000, ол миллион деген сияқты кетеді ғой. Яғни жаңағы құр нөл еді. Қанша нөл қойсаң да ол нөлге тең ғой, бірақ соның алдына 1-ді қойсаң, ол тәрбие ғой. Ал тәрбиемен не болып тұр? Осының бәрін ашып тұр да. Сол сияқты біздегі мектептегі дүниеде сол балаға әйтеуір барынша тәрбие деген ұғымды, тәрбиелі бір, өйткені тәрбиені тек қана тәрбие деген нәрсе ол адамгершілік. Тәрбие деген сөз адамның ала жібін аттамау. Тәрбие деген біреуге әйтеуір кішігірім болсын қолынан, бір кішігірім қолынан келетін болсын жақсылық жасау деген сияқты ше. Көп қайта берсең, кішіпейілдік деген ше, соның барлығы тәрбие деген нәрсені құрап шығады ғой, яғни адамгершілік деген ұғымды ше. Кейінгі дүние ол дұрыс білім беру, яғни дұрыс білім алу. Бала ертең мысалы ол өзінің университетте дұрыс маман болу үшін қазірден бастап дұрыс фундамент, өйткені кез деген үйдің фундамент дұрыс болмаса, ол қанша жерден сипалап, үпілеп, мына жерден евросын қанша дүниесін салсаң да, ол неше түрлі жаңбыр, неше түрлі соқпақтардан кейін ол жарылып кетуі мүмкін, бір күні опырылады да. Ал қандай жағдайда фундаменті мықты, ол қандай дауыл болсын, қандай жаңбыр болсын, қандай сел болсын, оны тұрып береді да. Сондай сияқты білім, яғни ол біздің қазіргі ұстаздарымыздың ең басты қаруы и негізгі еңбегі деп ойлаймын. Жаңа сіз өзіңіз айта кеттіңіз, ең алғаш осы курс кезіндегі оқушылармен қазіргі оқушылардың арасында өте үлкен өзгеріс байқаймын деп айттыңыз. Бірақ оған әлі нақты кірген жоқпыз, енді осы сәтте кірсек. Қазір көп мұғалімдер болсын, ата-аналар, қоғам айтады, қазіргі балаларды тәрбиелеу өте қиын деп айтып жатады. Осы пікірмен келісесіз ба? Және осы екі буынның арасындағы айырмашылықтарды нақтырақ айтып кетсеңіз. Сол сияқты енді менің өзім байқағаным, қазіргі уақытта балаларда еркіндеу сияқты, еркіндік басым сияқты. Өйткені
ойын емін еркін ұнайды ғой кейде емін еркін көсіліп деген сияқты андай емін еркін жеткізе алады, айта алады. Кейде ұстаз болсын, ұстазға да кейде мүмкін айта алатын нәрсе, айта алмайтын нәрсе болады. Бір кейде айтады да ол, андай мынандай ұстаз, неге ондай, неге мынандай, бұндай болу керек қой деген сияқты айта алады да. Ол бір жағынан қуантады. Вау дейсің да, андай шынымен де бұл кішкентай болса да, бірақ оның ой санасы кәдімгі сенің ойлауың, үлкен ересек адамның ойлауына жетіп тұр да. Тәуелсіз елдің иә, ұрпақтары енді вау өсіп деп, жатыр иә, ғой. вау деп қаласың ана жерде. Сөйтіп тұрасың, бірақ бір жақтан оның бір тұсы кейбір шекарадан шығатын артық дүниелерді айтып кетеді. Айтылмайтын дүниелерді айтып, кейбір ұстаздардың ренжіп қалуына да, ренжітіп алуларына да себеп болады да, негізіне келген кезде. Ол да бар. Ал курстың кезінде, ол кезде мысалы қалай айтсам болады, айтасың бір белгілі дүниені, соны алады да, дұрысынан түсін, ұғындым, ұғынбадым, өзімен кетеді да, соны алып кетеді ол үйіне. Сөйтіп ертесінде в общем не өзгеріс болған, не өзгеріс болмаған сөйтіп түсінесің да. Ал қазірде қарасаң андай бала бір оған бір қате бір дүниелері бір негатив болса, оны мысалы үйіне айтып барады. Мысалы сен сәл оған бір дұрыс нәрсе айтқың келеді, негізі шынымен дұрыс жағына қарай бұрғың келеді, бірақ ол кейде ол дүниені ата аналардан естіп жатасың да. Неге оны мысалы мен балама, қызыма айтасың, неге сен дұрыс жеткізбейді десеңізші. бір андай қазір сондай бір дүние болып кетті ғой, бір оның өзінің бір көңіл жүрегі сондай әлсіздеу еді, өз үйімнің кенжесі жастық кезінде мынандай болып еді деген сияқты дүниелер айтады да саған. Айтасың да, әпке, аға, біз бұл жерде бір балаға бір жаман болсын, бір баланың бір жеке басына бір шатағымыз жоқ ол, мысалы да, кез келген бала, біз балаға болсын дейміз ше. Бірақ кейбір дүниелерді айту біздің парызымыз да. Айтатын жерде айтып түсіндіреміз де, ескертеміз. Ол өз үшін да, негізі ше, өз үшін барынша түсінеміз. Оны бір түсінетін бала бар, түсінбейтін бала бар да. Ал кезінде бұл басқашалау еді да, негізі. Қазір басқашалау да. Кезінде түсінетін бе еді? Мүмкін көбірек қалай айтсам болады, көп дүниені андай өзіне алып кететін еді да, негізі. Ал қазірде кейбір балалар басқаша қабылдайды да оны. Бірақ бір жағынан қарасақ, қазіргі жастардың, қазіргі балалардың сол еркіндігі, еркін сөйлеуі, еркін ойын жеткізуі, өзінің бір өмірге деген көзқарасын, ұстанымын анық айтуы, ол қуантады. Негізіне келген кезде мен осыны байқадым. Негізі екі поколениедан, қатты бір аралар алшақ болмаса да, осы бір 10 жылдықтың көлеміндегі дүние шығар меніңше. Енді осы жерде бір нәрсе қосып кеткім келеді. Жалпы осы жерде бізде екі толқынның арасына айырмашылық әсер ететін ең басты нәрсе ол әлеуметтік желі деп ойлаймын. Өйткені кезіндегі сіздің айтып жатқан толқында әлеуметтік желі деген әлі дамымаған, енді бастап келе жатқан уақыт қой. Ол кезде ешкім телефонмен өспейді, тек қана ең көретіндер телевизор болуы мүмкін. Ол жерде мультфильмдер. Қазір енді бәрінің қолында TikTok, Instagram. Соның әсерінен қазіргі балалардың бір назарында ұзақ уақыт ұстап тұру өте қиындап кетті. Енді осы мәселеде тәрбие жұмысын бір қиындық тудырып жатқан жоқ па? Бір баланың өзімен жұмыс жасау негізі оңай дүние емес. Өйткені бір адам, ол бір тұлға. Оның патша көңілі, өзіндік бір қалай айтсам болады, әлемі бар да. Ол ондай әлемнен бізде қаншама жүздегені бар да. Бір-біріне ұқсамайды да. Мысалы, робот болса, мақұлда, бір заводтан шығады, бір программасын енгізіп қояды, бәрі бірдей тік қазір билеп жатқан роботтар шықты ғой, деп қайрандап тастың ше. Ондай емес те, қазір бала ол тірі жан ғой, ол адам. Иә. Сол сияқты бір-біріне ұқсамайды да ол. Олар үшін мен әр балаға өзіне сай подход жасау керек. Мысалы, бір балаға действительно қаталдау бір басып айтсаң, мысалы айтатын жерде басып айтсаң, ол бала сөйтіп қабылдайды да оны. Бір сілкіну болады десеңізші. Действительно сондай болады. Басып айтасың да. А бір бала көңілшек болуы мүмкін, ол оған жауап қалуы мүмкін. Ол балаға мүмкін сен былай әңгімемен
бір өмірлік дүниелерді айта отырып сөйтіп жайлап бөлек оны бөлек алып кетесің ғой. Оған бір керек кезінде ұстаз боласың, керек кезінде субординация ұстайтын шығарсың, бірақ керек кезінде оны күлдіресің, керек кезінде оған дос болу керексің, керек кезінде оған аға болу керексің, керек кезінде құрдас болу керексің да. Солай да әр баланың көңілін әртүрлі да табу ше. Шынымен де өздеріне сай бір сырлары болады, өздеріне сай. Мен Кейде балаларға сыр деп айтып жатсыз ғой. Мысалы 7-ші сыныптар өздерінің сырларымен бөліседі. олар андай кәдімгі ше бірден тық 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 айтып тастайды бірден ше, әлі олар не қылмайды да, тұрады да бірден мынандай қой, мынандай қой деген сияқты бірден мындай. Бәрі бала ғой андай ше, бала үйде не жатпайды дейді ғой, сол сияқты андай тез айтып тастайды да өзін, мынандай болса мынандай нәрсе. Сәл өскен 9-шы сынып, 10-шы сынып, 11-ші сыныпта олар сырларын іште сақтай біледі да. Уже керегін шығарады, өзіне қажеттісін ортаға бөлісе алады, сұрыптап болады, болмайды деген. соны кеңесе біледі да, мысалы. О да бір енді бойжеткен белгі шығар мүмкін, өйткені болды ғой уже үлкен ересек өмірге қадам басқалы жатқан адам ғой. И сол сияқты андай мен айтамын да балаларға, қазір мысалы айтсам талай бала бар ғой, мысалы айтамын, мен не бар көңіліңде, мысалы айта бер. Мен мысалы ішімде жүздеген баланың сыры бар деймін да, олар бітіріп кетті деймін да. Мен бір газеттің беттерінде немесе журналдарға жариялап, соны суретіме шығарып жатқан жоқпын, мынандай айтып кеткен сыры бар еді деп жатқан жоқпын ғой. Олар ұмытып кеткен шығар сізге айтқан. Ішімде қалды, вот менімен ар жаққа кетеді. Ол балалар мен айтамын да, қазір Инстаграм дамыған, Инстаграм кіріп тұрамыз ғой енді. Ашамын, историяларын көріп тұрамын. Кәдімгі белді университет бітіріп, диплом алып, кейбіреулер маман кәдімгі ше, өзінің әріптесің да. Болды, сонымен кетті да, сол бір сәтте керек болды да оған. Сол бір сәтте оған көңіліне дем болатын, бір ем болатын, немесе бір жанына желдеу болатын бір сөз ғой енді. Бұл жерде сен қалай айтсам болады, әлемнің несін аралап шөпті әрі іздемей ақ қой. Немесе бір қалай айтсам болады, білмеймін, ең қандай қалай айтсам болады, ең үлкен құрал немесе емші ол айтады ғой, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді. Мысалы сол сөзді, көңіл сөзді мысалы ше, одан асқан еш нәрсе керек емес. мысалы талай ол мысалдар ғой, айта берсең қазір шынымен де подкастымды созайын деп тұр ғой әжептәуір сағатқа, бірақ негізінде ең сол да. Солай дүние жұмыс жасалады балалармен. Енді біз осы тәрбие мәселесін талқылап жатырмыз ғой, оқушылармен дүниелер талқыладық. Енді осы жерде тәрбие процесі деген кезде ең басты біздің есімізге түсетін ол ата-ана. Ата-ана деген тақырып, ол өте үлкен тақырып десек те болады осы тәрбие процесінің ішінде. Осы тәрбие процесінде жүрсіз ғой өзіңіз, ата-аналармен ең тығыз, ең көп байланыс жасайтын өзіңізсіз. Жалпы ата-аналардың қазіргі таңда ең үлкен көп жасайтын қателігі қайсысы деп ойлайсыз? Баласын тым, перзенттерін тым қатты қорғаштайды да. Мен сөйтіп ойлаймын. Біз мысалы өз қызын, ұлын осы мектепке сеніп берді ғой. Сеніп бергеннен кейін енді бізде бір еріп жүрген адам емеспіз, әйтеуір жауапкершілік бергеннен кейін барынша әйтеуір соның білімі, соның тәрбиесі дұрыс болғанын қалаймыз да. Шынымен ол шын ниетпен ше. Бірақ енді ол процесс бәрі бүйтіп қазір үстелдің бетіндегідей тегіс болмайды ғой. Ол кедір бұдырға тап боласың, әртүрлі жағдай болады, баланың бір басқаша мінезі болады, мүмкін ол ата-анаға білінбейді, ол мысалы өзінің ортасына көрсетеді ол нәрсені, и ортасына көрсеткен кезде оны ұстаздар байқап қалады, и ұстаздар оған ескерту айтқан кезде оны дұрыс қабылданбай қалады да ол. Өйткені ата-ананың бала көзіне көрінбеген да ол нәрсе ше. Ол тек былай бері жағын көріп, тек дұрыс, сенікі дұрыс сияқты ше. Мүмкін белгілі бір жерде ол дұрыс шығар ол дүниеде, өйткені ең бірінші ата-ананың қызметі ол баласының қамқорлығы, баласының қауіпсіздігі, баласының керекті бір ресурстармен, материалмен қамтамасыз етілуі деген сияқты нәрсе. Бірақ ең бірінші негізгі нәрсе ол
адам болып қалыптасуына ықпал ету ең бірінші миссиясы ғой негізінде келген кезде. Өйткені ол ресурста уақыт өте табылады, ол әртүрлі нәрселер бәрі табылады ше. Бәрі нәрсе болады, бірақ бала өз-өзін ертең балаңды ертең үлкен өмірге барған кезде ол түрлі дүниелерге тап болады ше. Ол орта болсын, әртүрлі нәрсе болсын, ол бірақ сол кезде ол бала өзінің санасында фильтр болу керек та. Яғни мынау дұрыс орта, мынау маған менің ортам емес, немесе мынаны мен былай жасауым керек, мынау былай болса дұрыс болады, мен былай жасағам дұрыс болмады, немесе оның өзінде бір санасында фильтр қалыптасу керек та. Болмыс ше. Ал ол болмыс негізінен бала кезінен қалыптасады да. Ал бізде ата-аналар еңбек, жұмыс, балам ертең ешнәрседен қатарынан кем болмасын, киімі, тамағы, бүтін дұрыс ол ше. Бірақ оны да істеу керек та. Бірақ енді Аллах тағала перзент нәсіп еткеннен кейін оның тәрбиесі де маңызды ғой. Ол мысалы ертең бүгінгі бала, ол ертеңгі елдің азаматы, елдің азаматшасы, ол болашағы. Ол қазір осындай болуы мүмкін, ертең сенің құрдасың, ертең сенің сырласың, ертең сенің кеңесшің болады. Керек болса сен білмеген нәрсені саған айтып отырады деген сияқты нәрсе. Өмір алма кезек қой. Жаугершілік кезінде ше. Кәдімгі тұтастай ауылдарды қырып жібереді ғой, білесіз ба? Сол кезде қырып жүрген кезде мысалы жас балалар қалып кетеді жылап ше. Сол кезде жаугершілік жасаған әскерлер айтады да, бәрін қырыңдар дейді, баланы қырыңдар дейді. Кішкентай баланы. Неге ол кішкентай ғой, ол ешкімге зияны жоқ қой дейді. Өзі әке шешесін жоқтап зарлап жылап жатқан бала да бір жерде. Бірақ айтады да, ол бүгінгі бала, ол ертеңгі батыр дейді да. Бүгінгі қазір кішігірім әлпештеген қыз сәби, немесе қыз, ол ертеңгі елдің анасы деген сияқты нәрсе ғой. Сол сияқты ол қазіргі бала, ол ертең өзінің қатар келетін адам да. Соның үшін оның өмірлік бір дұрыс болмысын қалыптасу үшін негізі оны да бір жете назарға алу керек деп ойлаймын. Сол нәрседе бізде сол ата-аналар кейде түсінбей қалып бізге келіп жатады да. Неге ондай, мынау неге бұндай деген сияқты. Осы жерде осы ата-аналармен жұмыста ең бір қиын болған қандай мәселелер бар, және оны қалай шештіңіз? Әр ата-ана әртүрлі да. Шынымен адамның әртүрлілігі сияқты нәрсені байқайсың да ше. Біреулер түсініп тұрады, жанашып тұрады да, дұрыс дейді да. Кейбір ата-аналар наоборот даттайды. Ол да дұрыс шығар, мүмкін қоғамда өткен ондай болу керек шығар ол нәрсе. Бәрі бүйтіп бір неде болса да болмай қалатын шығар мүмкін. Бірақ сол нәрсе біздің түсінігімізге алып келді да. Соның ішіне бір айтуға болатын бір мәселені айтып жіберіңізші. Бір осындай жағдай болған еді, осылай шештім деп. Екі бала бір-бірін балақтап қояды, сонымен оның анау бала үйіне жаңағыдай бір негізі оны сыныптың көлемінде болады да, бала бір буллинг көргендей болады да ше. Буллинг еткендей болып үйіне барады, үйіне думкіде жүреді, ішіндегісін айта алмайды, сонымен үйдегілермен сөйлеседі, бір айтып қалады, сонымен үйдегілері келеді мысалы ше. Сондай бір дүние болды да, оны дұрысынан шештік та, мысалы баламен беттестіріп сөйлестік, үйдегілермен. Барлығы дұрыс мәміле арқылы шешеді. Мәміле, бұл жерде мәміле, кез келген нәрсе мәміле. Шынымен ол шарт-бұрт кететін болсаң, мысалы ше, кез келген адамда мінезі бар, қопару керек болса қопаратын, бірақ кім ұтады да одан, кім жеңеді, мысалы ше. Құрбысқа біреудің тағдыры кетіп бұзылуы мүмкін, немесе біреудің көңіліне қатты қайғы түсіп қалуы мүмкін. Ол біразға дейін кетпей, біразға дейін жүрегін алып жүруі мүмкін. Ал кімге пайда, кімге зиян? Ең дұрысы мәміле. Егер кеп тұрса, бұл жерде айтады ғой, бір-ақ нәрсе өмірде икемі келмейді дейді да. Ол өмірден қайтқан адамды қайтадан тірілту да. Қалған нәрсенің бәрін жөнін жасауға болады ғой, негізінде келген кезде, мысалы да. Енді осы подкастымыздың соңына да таяп қалдық. Ең ұзақ подкасттарымыздың бірі болды деп ойлаймын. Сізге енді соңғы қорытынды сұрақ, жалпы бала тәрбиесіндегі ең маңызды 3 құндылықты айтып кетсеңіз.
Үш құндылық дейсіз ба? Мгм. Бірінші нәрсе, мен айтатын нәрсем, кез келген жерге, кез келген ортаға негізі мінезіңмен сиясың дейді ғой. Мгм. Мінез. Яғни оны айтады ғой, мысалы сенің күнделікті істеп жатқан ісің, немесе айтып жатқан сөзің, ол күн өте сенің неге айналады дейді, әдетіңе айналады дейді да. Мгм. Әдетің күнде бір әдетті істей берсең, мысалы күн өте бірнеше күндер ол сенің мінезіңе сіңеді дейді да. Ал ол сенің мінезің, ол сенің өмірің дейді да, ол сенің тағдырың дейді да ше, шәкәрім атамыз ше. Сол сияқты бірінші баланың әйтеуір дұрыс мінез қалыптасуына ықпал еткен меніңше дұрыс болар. Мгм. Ә, Бірінші құндылық мінез. Иә, бір оқиға бар екен. Кезінде бір екі дос болған, сөйтіп екі дос болғанда, сөйтіп бір досы айтқан ғой, үшін баласын әр нәрсеге берген ғой, әр нәрсе болғанда, енді дамитын нәрселерге де. Мгм. Сөйтіп тұрғанда айтқан, балаң не істеп жатыр екен? Балам азанда мектепке барады, мектептен шығады да шахматқа барады, шахматтан шығады да жүзуге барады, жүзуден шығады да домбыраға барады, домбырадан кейін таэквондоға барады деген сияқты. Мгм. Кешкі жарыста гуф етіп құлайды дейді да. Мына жақтан білімін де алып жатыр. Сөйтіп дейді, жаңағы екінші дос айтады да, вау, күшті екен дейді да, не деген балаң кәдімгі уақыт графигі тығыз, кәдімгі Мгм. күшті дамып жатыр екен ғой дейді да. Бірақ балаңа андай қалай айтсам болады, бір руханияттың дәнін ектің ба дейді да. Қалай десе, мысалы бір елестет дейді да, мысалы бір қазан күмпілдеп мысалы пісіп жатыр дейді да, оның ішінде майы бар, пиязы бар мысалы да, оның пияздан кейін қызанақ, одан картобын, сәбізін салдың мысалы да, в общем бұқтырып істеп жатсың ана жерде ше. Тысы жоқ Иә, десеңші. сөйтіп сол жерде айтады да, мысалы сенің жаңағы беріп жатқан дүниең, мысалы біреу оқу болса ол картошкасы болсын, жалпы жаңағы пияз болса ол мысалы шахматы болсын, мысалы жаңағы сәбіз болса ол жаңағы сенің қатыстырып жатқан таэквондоң болсын дейді да, ол біреу білімнен спорттан шынығып жатыр дейді, кәдімгі қазан күмпілдеп қайнап жатыр дейді да. Бірақ осының бәріне бір нәрсе жетіспейді ғой дейді да, не нәрсе десе тұз жетіспейді ғой дейді да, осыған дәм беретін дейді да. Мгм. Тұз ше. Сол сияқты ол, яғни балаға өзінің бір әйтеуір бір, біз мұсылманбыз ғой бәріміз, өзінің әйтеуір құдайын танитындай, құдайын таныған адам ол ешкімнің ала жібін аттамайды негізі. Мгм. Иә, ақ пен қараға дұрыс бағдар алады. Иә, ешкім әйтеуір жамандық істемейтін қадамдар жасайды, әрекеттер жасайды. Мгм. Сондай бір түсінік керек та балаға ше, меніңше. Мгм. Дән керек та. Яғни ізгіліктің дәні, ізгілік. Мгм. Яғни одан кейін үшінші дүние ол жауапкершілік. Өте бір Сол керемет жауапкершілік. сұхбат болды, керемет подкаст. Біздің подкастымызды көріп отырған барша оқырмандарымызға, оның ішінде оқушыларымызға да, осы бастауда баласын оқытқысы келетін ата-аналарға да өте бір пайдалы, танымды подкаст болды деген ойдамын. Мен жаңа подкастты бастамас бұрын мен бір нәрсені айтуды ұмытып кетіппін. Бізде Мейірбек ұстазымыз жалпы бұл бастау подкасттың тарихын бастаған, ең алғаш бастаған ол өздеріңізсіздер. Иә, біздің Мейірбек ұстазымыз, және сіздің алдыңызда қонақ болған біздің Абылай ұстаз, Нұртуған ұстаздар бастаған осындай бір керемет бір үштіктің жобасымен басталған. Иә, курстық кезінде оның барлығын көріп шыққан, өте бір керемет, сондай бір қызық. Иә, әрбір келген қонақ ұстаздарымызды аша білген керемет подкаст болған екен. Біз өзіңіз көріп отырғандай сол подкасттың, өздеріңіз бастаған сол подкасттың жалғасын тауып жатырмыз. Сіздерден подкаст алу мүлдем бізге бір ерекше сезім, бір ерекше бір тебіреніс болды біз үшін. Өте қиын екен енді бастаудың подкастын бастаған жандардан подкаст салған. Өте қуаныштымыз, біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға үлкен рахмет. Жалпы бүгінгі подкастта тәрбиенің не үшін керек екені, бастаудың не үшін тәрбиемен айналысатыны, білімнен де бұрын не үшін тәрбиені қоятыны, және осы тәрбиенің негізгі өзектілігі,
біздің оқушыларымыздың басқа мектептердегі оқушылардан ерекшелігі туралы нақты сөйлестік, әңгімелестік деген ойдамын. Бұйыртса алдағы уақытта сізді тағы да біздің подкасттың келесі шығарылымдарында күтеміз. Ол кезде енді мүлдем басқа тақырыптарда болады. Осы біздің бастау подкасттың ең алғашқы шығарылымдары болып жатқаннан кейін барынша осы мектебіміздің айналасында мектебімізге қатысты тақырыптармен бастап жатырмыз. Бұйыртса өзіңізді бір өте қызық, барша көрермендерге, барша жастарға қызық болатын тақырыпта күтеміз. Рахмет сіздерге де, Назерке ұстаз, істеріңізге сәттілік. Енді мына жерде көзқарақты көрермен, мүмкін артық кем айтқан жерім болса айып етпеңіздер. Барынша енді мүмкін жеткізе алмай қалған жерлеріміз де болған шығар, мүмкін әсерлеп жүрген жеріміз де болған шығар, бірақ барынша әйтеуір көңілдегі дүниені айтуға тырыстық. Шақырғандарыңызға рахмет. Құдай қаласа істеріңізге сәттілік. Қазір мысалы 9-шы, 10-шы шығарылымдар келіп қалды ғой, Құдай қаласа 100-ші шығарылымдарға жете беріңіздер, дами беріңіздер. Құдай қаласа мынау көзқарақты көрермендерге пайдалы инсайттар, әйтеуір керегін алады ғой, негізі іздеген адам керегін алады. Осы бір мүмкін 1 сағаттық, мүмкін жарты сағаттық сұхбатта ішінде мүмкін бір минут жеріндегі бір дүниені мүмкін алып қалар. Соның өзі сіздердің жетістіктеріңіз. Рахмет. Үлкен рахмет. Сіздерге де назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.